Бұл сұрақтар кітап бойынша алынған жеке тақырыптар бойынша. Компьютердің буыны тақырыбы. Бірінші. Қайсы алғашқы есептеу құрылғысы емес? Бұл жерде алғашқы есептеу құрылғысы бұл жерде калькулятор. Екінші. Программа бойынша жұмыс істеген бірінші құрылғы. Яғни бізде Babbage машинасы. Программа бойынша жұмыс істеген бірінші құрылғы, яғни Babbage машинасы. Үшінші сұрақ. Бірінші программалаушы кім? Бұл жерде ең бірінші программалаушы Ада Августа Лавлейс. Келесі. Электронды есептеуіш машинасы буыны терминін қалай түсінеміз? ЭМ буыны терминін қалай түсінеміз? Бірінші сұрақтарды оқып аламыз. Яғни бірінші жауап келіп тұр. Тек бір ғана ғылыми және техникалық принциптерге негізделіп жасалған электронды есептеуіш машинасының барлық түрлері мен модельдері. Осы жауабы. Келесі бізде сұрақ. Бесінші. Бірінші электрондық компьютер болған есептеуіш машина қалай аталады? Яғни ENIAC бізде. Басқа жауаптар дұрыс келмейді, сондықтан бізде Д варианты. Алтыншы. Алғашқы EM қай жылы пайда болды? Бізде ең алғашқы жауаптар арқылы да қарауға болады. Ең алғашқы 46 жылы пайда болды. Немесе осы сұрақ, осы жауап бізге сұрақ түрінде келуі мүмкін. Жетінші. Қазіргі кезде компьютердің неше буыны бар? Қазіргі кезде бізде яғни 4 буыны бар. 4. Сегізінші. Бірінші буын компьютерлерінің элементтік базасы ол транзистор емес, яғни ең бірінші электрондық лампа. Екінші буын компьютерлерінің элементтік базасы. Екінші буын бізде транзистор. Бірінші электрондық болса, екінші транзистор. Қай буынның компьютерлері дербес компьютерлер деп аталады? Дербес компьютерлер бізде 4-ші. Келесі ДК, яғни дербес компьютер сәулетінің заманауи даму бағыттары деген тақырып бойынша алынған. Бұл жерде құрылғылар арасында деректер алмасу үшін жауапты шинаны атаңдар. Яғни жауапты шина бізде адрестік емес, бұйрық шинасы емес, деректер шинасы. Құрылғылар арасында, яғни деректер аты айтып тұр, яғни жерде деректер алмасу деп тұр. Сұрақтың өзінің ішінде жауабы тұр бұл жерде. Екінші. Жедел жады және видео жады бақылаушыларынан тұратын көпір қалай аталады? Жедел және видео жады. Жедел және видео. Бұл солтүстік көпір. Оңтүстік көпір емес, яғни солтүстік көпір арқылы солтүстік көпір деп аталады осы жерде. Жедел және видео солтүстік көпір. Үшінші. USB шинасын қандай дискілерді қосу үшін қолданылады?
Үшінші, USB шинасы қандай дискілер қосу үшін бізде В варианты, флеш дискілерді. Төртінші, дербес компьютер сәулеті деген не? Сәулеті дегеніміз, яғни дербес компьютер ішкі ұйымдастырылуы. Жауабы сұрақта тұр. Дербес компьютер, яғни ДК дегеніміз дербес компьютер деген сөз. Басқалары оқысақ келмейді ешқайсысы. Бесінші, жедел жады не үшін керек? Жедел жады не үшін керек? Бізде жауабы ақпаратты уақытша сақтау үшін. Алтыншы, шинаның негізгі сипаттамасы. Разрядтылығы. Жетінші, шет орналасқан құрылғылар бақылаушысынан тұратын көпір бізде оңтүстік көпір деп аталады. Алгоритмдер және оны орындаушылар. Алгоритм дегеніміз не? Бұл жауап не? Берілген есепті шешудегі жасалатын әрекеттердің дәл және қарапайым етіп жазылуы. Бұл жауапты есімізде сақтап алуымыз керек. Берілген есепті шешудегі жасалатын әрекеттердің дәл және қарапайым жазылуы. Математикалық, яғни есептердің шешілуі емес. Сондықтан С варианты. Келесі, төмендегі құжаттың қайсысы алгоритм? Екіншісі бізде аспаздық рецепт. Яғни аспаздың өзіне рецебі болады, ол бізде алгоритм болады. Үшінші сұрақ. Алгоритм орындаушыларына жатпайтынын көрсетіңдер. Жазу стилі, адам, ыдыс жуатын машина, робот. Яғни жатпайтыны бізде жазу стилі. Төртінші, кез келген алгоритмнің соңғы бұйрығын көрсетіңдер. Кез келген, яғни соңғы бұйрығы сұрағында тұр, яғни соңы. Келесі, алгоритмнің жазылу формалары. Бізде ұсынылғандардың ішінен алгоритм формаларына жатпайтынын көрсетіңдер. Яғни мына жерде қайсы жатпайды бізде? Сөздік, графикалық, алгоритмдік тілде болады. Бізде алгоритм, яғни жатпайтыны ағылшын тілінде. Екінші, блок сызба алгоритміндегі іс-әрекет дегеніміз. Блок сызба алгоритміндегі іс-әрекет дегеніміз бізде тік төрт бұрыш болып саналады. Іс-әрекет блок сызба ол тік төрт бұрыш. Үшінші, блок сызба алгоритміндегі енгізу шығару мәліметтері қандай фигурамен беріледі? Енгізу шығару бізде, яғни, нешінші сұрақ? Үшінші сұрақ,
Д варианты параллелограмм болып саналады. Енгізу шығару параллелограмм. Блок сызбада алгоритмнің басы мен соңы қандай фигурамен беріледі? Блок сызба басы мен соңы әрине бізде эллипс немесе сопақша шеңбер. Алгоритм түрлері. Келесі тақырып. Бірінші, егер алгоритмдегі іс-әрекет бірінен бірі кейін, бірі қатаң түрде орындалса, ол бізде, яғни бірінен кейін бірі, сызықтық деп аталады. Яғни бір сызықтың бойымен. Екінші, толық және толық емес формадағы алгоритмді не деп атайды? Тармақталған. Ондай басқалары келмейді, қарап тұрсаңыздар, сондықтан тармақталған. Яғни тармақталған дегеніміз толық және толық емес. Үшінші, тармақталу алгоритмнің блок сызбасындағы шарттың берілуі қандай фигурамен сипатталады? Ромбымен. Шарт, яғни ромбода беріледі бізде. Төртінші, егер сағат кешкі 11 болса, онда ұйықтау керек, әйтпесе кітап оқу керек. Қандай алгоритм? Төртте бізде тармақталу алгоритмнің толық формасы. Яғни, егер деп тұр, ұйықтау керек, немесе кітап оқу керек дейді, яғни толық беріліп тұр бізде. Келесі. Циклдік алгоритмдер. Қайсысы алгоритмге жатпайды? Сызықтық бар, тармақталу бар, циклдық бар, бізде бұйрықтық жатпайды. Циклдік алгоритм дегеніміз бізде алгоритмнің бірнеше рет қайталануы. Осы жауап. Цикл дегеніміз, яғни қайта-қайта бір алгоритмнің қайталануын айтамыз, цикл дегеніміз. Үшінші, блок сызбада циклдік алгоритмнің шарты жазылады. Қалай жазылады? Блок сызбада, яғни 6 бұрышта жазылады. Циклдік алгоритм бізде 6 бұрышта жазылады. Келесі. Тақырып бізде модельдің түрлері. Модельді тек, яғни жауаптарын оқимыз бізде. Модель, яғни кез келген нысанды айтамыз. Нысан немесе үдеріс немесе құбылысты біз модель құруға болады, басқалары келмейді. Кез келген нысан, үдеріс, құбылысты айтамыз біз. Үш жауабын айтамыз. Нақты бар нысанға айтпаймыз бізде, табиғи құбылыстарға тоже айтпаймыз, сондықтан С варианты дұрыс. Екінші, модельдеудің негізгі кезеңдері ол. Екіде, қараңыздар, негізгі кезеңдері есептің қойылуы, модель құру, компьютерлік тәжірибе, модельдеу нәтижесін талдау. Осы бізде кезеңдері. Есеп бірінші есеп қойылады. Одан кейін барып модель құрылады. Одан кейін оны компьютерға жібереді, сосын нәтижесін талдаймыз. Үшінші, ақпараттық модель. Ақпараттық модель дегеніміз, қараңыздар, бұл жерде нысанның, үдерістің, құбылыстың сипаттамасын береді. Яғни математикалық формулалар емес, статистикалық ол түрлері, сондықтан да бізде жауабы В варианты болады. Төртінші сұрақ.
уақыт факторларына байланысты модельді келесідей деп айтуға болады. Уақыт факторларына байланысты, яғни статистикалық және динамикалық болып бөлінеді. Басқалары бізде келмейді, басқа жауаптары. Яғни статистикалық және динамикалық деп бұл уақыт факторларына байланысты модель. Яғни екі түрі. Келесі тақырыпша бізде мәтіндік процессор туралы жалпы мағлұмат, программаның интерфейсі. Артығын таңдаңдар. Яғни бізде С варианты. Яғни қараңыздар, блокнот емес, Microsoft Word. Жауабы ғой. Қараңыздар, С варианты жауабы. WordPad, яғни бұлардың барлығы мәтін жазуға арналған программалар. Paint дегеніміз ол сурет салады. Келесі, екінші, ашық құжаттағы беттердің санын қалай анықтауға болады? Ашық бізде жолақтың белгілеу емес, разметка страница емес, терезен тақыр жолында болмайды, яғни қалып күй жолында беріледі. Ашық құжатты беттердің санын, яғни қалып күй жолында көре аламыз. Құжатта қарап шығу масштабын өзгертуге болады. Яғни қараңыздар, мына жерде жолақтың басты бөлімінде біз қарап шығу масштабын өзгерте аламыз. Қалып күй емес, терезенің тақырып жолында емес. Төртінші, жанама мәзірді қалай шақырамыз? Жанама мәзірді құжаттың қажетті элементін тінтуірдің оң батырмасын шерту арқылы, яғни осы бізде. Сыра жауабы осы А варианты, оң жақ батырманы шерту арқылы. Бесінші, құжатты сақтау бұйрығы қайда орналасқан? Жолақтың басты тіркеме парағында, файл мәзірінде, яғни басты тіркеме парағында, яғни сақталынады. Түр, басқа терезеге ауысу бұйрығы не үшін қажет? Түр деді, яғни вид, басқа терезеге ауысу бұйрығы бізде жаңа терезе ашу емес, құжу емес, ашық құжаттар бойынша жылжу үшін. Осы варианты бізде Д варианты, яғни жылжу үшін керек бізге. Түр, басқа терезеге ауысу, яғни жылжу үшін керек. Бізде кетіп қалды. Келесі тақырып бізде мәтінді пішімдеудің негізгі тәсілдері. Кегл, ол бізде қаріптің мөлшерін айтамыз. Кегл дегеніміз қаріптің мөлшері. Сырт пішімі емес. Екінші, символдар тізімдемесін оның ішінде пернетақтада жоқтарында экранда көрсетуді келесі бұйрықтар немесе сұхбаттық терезелер көмеген жүзеге асыруға болады деді. Бұл мұқият оқып отырсақ, бұл жерде жауабы, яғни символдардың кірістіру А варианты, символ бұйрығы. Кейбір сұрақтардың жауабы, яғни өзі айтып тұрады аты. Символдар бұйрығы кірістіру дегеніміз, яғни осылай кірістіру символ бұйрығы, басқаларында символ деген сөз жоқ мына жерде. Осылай да сұрақтың жауабын табуға болады. Егерде
дұрыс екі вариантқа бірде қайсы екен деп тұрсаңыздар, осылай сразу жауап берсеңіздер, ол дұрыс деген мағынаны да білдіреді. Сендер мәтінді экранға қарамай тердіңдер делік. Біраз уақыттан кейін капслок пернесін басулы тұрғанын көріп қалдыңдар. Ары қарай қандай әрекет жасайсыңдар? Мәтінді қайта тереміз. Емне қателерін тексеруді қолданамыз. Регистр батырмаларының көмегімен бас және жай әріптерді кезектесіп орналастыру ретін сөйлемдегідей тәртібін өзгертеміз дейді. Яғни, осы варианты бізде бас және жай әріптерді кезектесіп орналасу арқылы осы жауабы бізде дұрыс. Төртінші. Сиректетіп теру үшін не істеу керек? Сиректетіп теру үшін бізде оқып алайық жауаптарын. Қарып, сұхбаттық терезесін шақырып, қосымша тіркеме парағына ауысамыз және интервал тізімінен сиректетілген параметрді таңдаймыз. Міне осы жауабы бізде. X квадрат мәтінін теру үшін қандай батырманы басу керек? Жол асты белгісін, жол үсті белгісін, яғни квадрат ол жол үсті белгісі бізде. Мәтіннің түсін өзгерту батырмасы ол бізде қараңыздар. Түсін өзгерту бізде ді варианты, е? Осы мәтін түсін өзгерту бізде ді варианты. Мәтіннің түсін фломастермен боялғандай етіп батырмасы ол бізде міне С варианты. С варианты. Сегізінші. Қаріптің барлық баптауларын алып тастау үшін қолданылатын батырма барлық, яғни А варианты. Жауабы. 9. Қаріптің мөлшерін үлкейту немесе кішірейту үшін қолдануға болатын батырма. Үлкейту және кішірейту әрине В. Қаріптің кегілін өзгерту батырмасы бізде, яғни кегілі В варианты.